Мысалы қазіргі кезде көбіміз адамның түріне қарап мін тағып жатамыз. Қош мұрыны пұшық қой, көзі сықси қой, бойы бір қарыс қап-қара міне біреуді қайдан тауып алғансың деп кейбір кезде көбіміз айтып жатамыз. Адам мынаны білу керек. Біз өзімізді өзіміз жаратпадық. Бойым ұзын болсын, көзім сықси болсын деп біз өзіміз қаламадық. Бізді жаратқан бір Алла. Алла Құран-ы Кәрімде «Лақад халақнал инсана фи ахсани тақуим». Расында адам баласын ең көркем бейнеде жараттық дейді. Сондықтан да ешкімнің хақысы жоқ сенің мұрның пұшық, көзің сықси деп айтуға. Біз олай айтудан сақтануымыз керек. 10 күнәнің 9-ы тілден дегендей, біз олай айттық па, біз бір Аллаға мін тағып жатырмыз деген сөз. Құдай сақтасын.